Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде сиыр көрсеңіз қалай жорлады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ибн Сирин былай деген: семіз сиырлар иесі үшін арық сиырларға қарағанда жақсы белгі, өйткені семіз сиырлар құнарлы жылдың белгісі деген. Юсуф алейхиссаламның әңгімесіне сәйкес, сондай-ақ олар сиыр абырой мен байлықты білдіреді дейді. Семіз сиыр бай әйелді, арық сиыр кедейді білдіреді. Түсіңізде саумалды сиырды көрсеңіз, берекелі, пайдасы тиетін әйелді білдіреді. Мүйізді сиыр қыңыр әйелді білдіреді. Егер біреу оның сиыр сауғалы жатқанын армандаса, бірақ сиыр оған рұқсат бермесе, әйелі оған бағынбайтын болады. Түсіңізде терісі сыпырылған сиырды көрсеңіз, жақын адамға қауіп төндіретін бақытсыздықты болжайды. Түсінде сиыр мініп бара жатқанын немесе оның үйіне келіп байлап алғанын көрген адам бай болады, бақытты болады, уайымынан арылады. Егер ол сиырдың өзін ұрғанын армандаған болса, бұл арман үй шаруашылығына және алаңдаушылықты білдіреді. Түсінде өз үйіндегі сиыр бұзауына сүт беріп жатқанын армандаған болса, ол қызын тәрбиелеп отырған әйелді көрсетеді. Түсінде сиыр немесе өгіз шабуылдағанын көрген адам бақытсыздыққа ұшырайды. Түсіңізде буаз сиырды көрсеңіз, бұл құнарлы жылды білдіреді. Түсіңізде жабайы сиыр бұл әйелді, ал бұзауы баланы көрсетеді. Түсіңізде семіз, күтімді, бейбіт жайылып жүрген малдарды көрсеңіз, жеке өміріңізде бақыт пен өзара түсіністік орнайды, істеріңіз өрлей түседі. Түсіңізде сиырдың өздігінен жүгіргенін көрсеңіз, жаңа нәрселер үлкен жетістікке әкеледі. Түсіңіздегі лас мал, қара немесе ұзын мүйізді сиырларды көрсеңіз, бұл жауларыңызды болжайды. Достар, бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.